Hayırlı gün okuşlar. Hayırlı gün ustazım. Sabah adaylıklarınız kalay? Maşa. Olay olsa özümüzde sabahqa çağırma mərtədə edib жүрürük. Anamın yenge, anasın sende, hayırlı dostlarım, ayrılıktan günde. Daha maşa. Şayğasamız. Hazır bizden kazaksız sabahı okuşlar. Sabahımızı basamasının aldığında bir toxtalarımız. Aldığını bölümdemeye qanday jasmay beramiz sizlarga? Süjat to'g'ri bergan ekan, ya. Süjat to'g'ri. Ba'zi o'rnidan kelib qo'ygan daftarimizni ochib qo'yamiz. Men barliqlarimizni qarab chiqaman, ya'ni fikrning durustligini, durustligini belgilayveramiz, qo'yma? O'qing bo'ldi. Көктемгі әрекет, күзгі берекет. Дұрыс па, бұрыс па? Өз жауап берсін. Дұрыс па? Дұрыс. Солай мұрнына тұтасен? Жақсы. Келесіні оқи ғой. Жаздың бір күні, қыстың бір күні. Жаздың бір күні, қыстың бір күні қалай? Дұрыс па, бұрыс па пікір? Иә? Иә? Дұрыс екен. Солай орындан сызама беріңіз, тәпсірімізді ашып қоямыз. Өте жақсы. Жақсы, өте жақсы. Барлықтарыңызда дұрыс орындаған екенсіздер, иә? Енді оқушылар, мен сіздерді бүгін 10 балдық шкаламен бағалап беріп отыр, иә? Яғни қазір сіздер барлық тапсырмасын орындарыңыздар өздеріңізге 10 деген балды белгілеп қойыңыздар, иә? 10 деген балды белгілеп қойыңыздар. Барлықтарың жақсы орындаған екенсіздер. Жақсы оқушылар, енді біздер оқулығымызды ашамыз. Оқулығымызда 60-шы жаттығу берген қараңыздаршы. Не берілген? Ребусты Ребусты шеше қояйық ал. Ребусты шешеміз. Жетісі шықты. Ал бұл ребусты нешін шештірді ме сіздерге? Бүгінгі жаңа тақырыпты анықтау үшін сода бүгін сіздер қандай тақырыпты танысамыз? Жетістік деген тақырыпты танысамыз. Өте жақсы оқушылар. Ал енді етістік туралы. Не біледі? Өткен білді қалай дейсақ? Иә? Иә? Әдемі? Жетістік сөз таптарының бірі. Жетістік іс-әрекетті білдіреді. Оның сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Келсеңіз оқушылар? Иә. Олай болса бүгін біздер осы тақырып біздің бүгінгі меңгеретініміз мәтіндерге салыстырмалы талдау жасаймыз. Етістік туралы білетіндерімізді әрмен қарай еске түсіретін боламыз. Жалпы етістіктің түрлері бар екен білеміз ғой оқушылар? Иә. Қандай түрлері бар? Мағынасы, сұрақтары, дара, Көтері, болымсыз, болымсыз, негізгі және туынды етістіктер бар екенбіз. Ал енді бүгін осы тақырып бойынша тапсырма жұмыстарын жүргізетін боламыз. Мен қазір сіздерге тапсырма беремін. Тақтаға назар аударайық. Жалпы заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді біз не деп айтатын едік? Етістік. Солай ма? Енді қараңыздар, 61-ші жаттығу жұмбағын оқып, не істейміз? Жаттығызамыз. Ал бір минут берем оқып аламыз, жаттаймыз ішімізден. Бәріміз оқылған назар аударып, жаттаймыз. Жаттай келдік пе? Жаттадық па? Жаттар оқылай болса, оқылығымызды жабамыз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жартысын жазып, жаттаған жұмбағымызды дәптердің бетіне түсіреміз. Дәптердің бетіне түсіреміздер. Мен қазір сіздердің жазған жаттауларыңызды, яғни жұмбақтарыңызды қалай жаттадыңыздар, соны қарап шығатын боламын.
көрсетіп жатырмыз. Жарайды оқушылар, болдыңыздар ма? Мен тексеріп шығарып барымызды қолымызды ашып қоямыз. Қолымызды ашып қоямыз. Қарайды. Бір жолын жазыпсың, бірақ қалғанын жазып жатсың, иә? Сен екі жолын жазыпсың, сен бір жолын жазыпсың, сен екі жолын жазыпсың. Кім Айгүлге молодец, барлығын жазыпты. Үш жолы аралай жалғастыр. Әдемі өте жақсы. Екі жол, үш жол өте жақсы. Ал оқушылар, қалғандарымыз неге үш жолдан екі жолда жазып отырмыз? Есіңізге сақтай алмай қалдыңыз ма? Ал кейбір оқушылардың біздің есте сақтау қабілеттері өте жақсы екен, толығымен жазып бітірді. Ал оқушылар, енді бұл жұмақтың оқиды жазғанымды, иә? Көктем мен жазда басына сары қалпақ киеді, күзге қарай қапталып қалқып ұшып кетеді. Ол не? Бақбақ. Бақбақ. Ол не бақбақ деген? Өсімдік. Өсімдік, дұрыс айтасыздар. Енді қараңыздар оқушылар. Мына жерде бізге тапсырма берілген. Етістіктердің астын сыз дейді. Дара немесе күрделі етістіктерін айт. Етістіктер қайсысы бұнда? Киеді. Иә, дұрыс астын сызамыз. Жүрді. Иә, қайсысы? Жүрді. Қай жүрді? Жүрді емес қой. Киеді. Кетеді. Иә. Қалқып ұшып кетеді. Қалқып ұшып кетеді, өте жақсы. Киеді және қалқып ұшып кетеді. Ал киеді қандай етістік? Киеді. Дара. Дара етістік, өте жақсы. Ал қалқып ұшып кетеді? Күрделі. Күрделі етістік. Неге күрделі етістік бұл? Үш сөздің басын құрап, бір етістіктің мағынасын солай ма? Бір қимылдың мағынасын беріп тұр екен. Өте жақсы. Мен қазір осы тапсырма бойынша сіздерге тексеріп аласың деп қазір тақтаға көрсете қояйын. Өзіміздің жұмысымыз тексерейік оқушылар. Көктем мен жазда басына сары қалпақ киеді, күзге қарай қалпағы қалқып ұшып кетеді. Бұл бақпаған кейін тапты, солай ма? Киеді және ұшып кетеді. Сөздердің астын сызды, солай ма? Орнына бардыңыз, иә? Ал етістік бұнда дара және күрделі етістік болып тұр екен. Қайсысы дара етістік? Ал оқушылар, біздер енді етістікті таптық па бұнан? Жұмақтың жауабын таптық па? Көшіріп жаздық па? Жақты жаздық па? Барлықтарын жаздыңыздар ма жақтырақтар? Солай демейсіздер, иә? Етістіктің күрделі немесе дара екенін ажыраттыңыздар, солай ма? Жақсы. Ал мен сіздер жаңа тексеріп отырдым. Әдемі өте жақсы жауап берді. Барлық тестпектр бойынша саған тағы да бір 10 балл қосасың өзіңе. Ал әдемі жаңа үш жолын ғана жаздың, қалған жаздай алмай солай ма? Саған келесі тапсырмаларда қосып отырамын. Және сіздің топта Айгүлге жақсы тапсырма жолындағы солай ма? Саған да 10 балл қосамын. Сіздерде жеткізген саған да 10 балл, сен жақсы орындадың ғой. Қалғандарыңыз келесі тапсырмада мұқият орындауға тырысамыз, солай ма? Жақсы. Келесі тапсырма 61 жаттығу. Мұнда енді не істейміз? Туынды етістіктерді теріп жазамыз. Ал туын етістіктерімізді қараңыздар. Қарайшы, қандай сөздер берілген? Жарайсың, енді оқушылар осы тапсырмалардың ішінде негізгі және
Тұзда. Келсеңіз ба тұзда? Иә. Оның несі қалай білдің? Оның несі екенін? Сен болғанда. Тұз. Түбірі, тұз. Не ол тұз деген? Заттың аты зат осылай ма? Біздің жаңағы өзіміз қолданатын тағамдар, иә? Тағамдар. Енді оған да деген сөз қойып. Тұз зат есім болатын болса, не деген сұрақ қойыпты, солай ма? Ал да, тұзда. Не жалғанып тұр оған? Да. Иә, жаңа жалғанып. Ол оның мағынасы түсіп кетіп тұр. Өзгеріп кетіп тұр. Тұз зат есім болатын тұзда. Не болып тұр? Етіс орындап тұр ғой. Сонда жаңағы зат есімнен етістік тудырушына болып тұр да бұл жерде, солай ма? Жақсы. Келесі тағы. Иә? Жырла. Жырла. Дұрыс айтасың. Жырла. Жеткізген. Ал енді маған жыр деген сөзге сұрақ қоя қойшы.